Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қош келдіңіздер, кезекті сабақ. Осы сабақта біз х әрпін үйренеміз, иә? Жіңішке х әрпі. Бұны біз қалай шығарамыз? Яғни, ауаны іштен шығаратын кезде біз тамағымызды ешқай жаққа қырмай, қыспай, тілімізді ешқай жаққа көтермей, х әрпін жеңіл түрде шығарамыз, иә? Яғни тамағымызды қырмаймыз. Х дейміз, иә? Х. Осының алдында біз мынандай әріпті өткенбіз. Бұл х әрпі тоже. Бірақ бұл жақта біз тамағымызды қырамыз, иә? Яғни х әрпі, х. Ал мынау бізде қалай? Тамағымызды қысып тұрып шығарамыз. Х әрпі, иә? Х. Демек, мынау бізде жіңішке әрпі. Еш қиналмастан тек ауаны шығарамыз х әрпімен бірге. Яғни х. Х әрпі, иә? Фатха келсе х деп оқылады. Кәсірі келсе хи деп оқылады. Және дамма келсе бізде ху деп оқылады. Егерде х әрпіне біз сүкін қоятын болсақ, бұл бізде деп оқылады, иә? Егерде х әрпіне біз шадда қоятын болсақ, онда ол бізде қалай? Екі рет оқылады, иә? Иә? Бірінші х-да тоқтаймыз, одан кейін барып фатхамен х-ны шығарамыз. Яғни осыған ұқсайтын тағы бір әріп бар, бұл тамарбут әрпі. Бұның бір ерекшелігі бар, бұл всегда сөздің соңында келеді. Егер біз сөздің соңында осы әріпке тоқтайтын болсақ, ол бізде кәдімгі х әрпі сияқты оқылады, иә? Х әрпі сүкінмен. Ал егер біз тоқтамай келесі сөзге өтетін болсақ, ол бізде қалай? Кәдімгі т әрпі сияқты оқылады, иә? Тә деп оқимыз. Басайық. Бұл бізде әху фә деп оқылады, иә? Емес, уху фә, иә? Уху фә. Бұл бізде нуха фи деп оқылады, иә? Нуха фи. Ал егерде х әрпі сөздің соңында келсе, ол бізде ғата хи деп оқылады, жіңішке оқу керек. Ғата хи, иә? Ал егерде біз тамарбута қоятын болсақ, және осы әріпте тоқтайтын болсақ, мысалы сүкін қойайын, бұл бізде ғата деп оқылады, иә? Ғата. Егер тоқтайтын болсақ. Ал егер тоқтамайтын болсақ, мысалы кәсіра тұр, келесі сөз жазайық. Мысалы бұлай тұрса, біз қалай оқимыз? Ғотати тәлу деп оқимыз, иә? Ғотати тәлу, иә? Егер тоқтамайтын болсақ. Ал егер осы тамарбутада тоқтайтын болсақ, ғота тәлу деп оқимыз, иә? Ғота х әрпін шығарамыз, иә? Жіңішке әріп. Ғота тәлу деп оқимыз. Бұл бізде қалай? Бәжә ху деп оқылады, бәжә ху. Бұл бізде шәхә ки деп оқылады, шәхә ки. Бұл бізде рома фиху деп оқылады, рома фиху. Бұл бізде тәхә а деп оқылады, тәхә, яғни қысылып тұратын ха, ха дейміз. Ха емес, ха әрпі, екінші әріп. Тәхә а деп оқылады, иә? Егерде тамарбута, егерде ха қоятын болсақ, тәхә аху, иә? Тәхә аху. Сол әріпке біз фатха берсек, бұл бізде
таха аха деп оқылады. Яғни жеңіл оқылады соңғы әріп. Таха аха. Ал егер де біз тағы да ха әрпін қойсақ, бұл бізде таха аха деп оқылады. Таха аха. Ха. Бұл бізде бәжә хи деп оқылады. Бәжә хи. Бұл бізде суси ту деп оқылады. Суси ту. Егер де тамар бутаға тоқтайтын болсақ, қалай оқылады? Шәкәх деп оқылады. Шәкәх. Кәдімгі х әрпі сияқты. Шәкәх. Егер де тамар бутада тоқтамайтын болсақ, бізде қалай? Мә ха у та. Мә ха у та. Бұл бізде низуф сиху деп оқылады. Низуф сиху. Бұл бізде ғажа ху деп оқылады. Ғажа ху. Бұл бізде зауах зи деп оқылады. Зауах зи. Мынау әріп бізде әрпі. Сөздің басында просто кішкене өзгеріп отырады. Зарпын қойсақ. Бұл бізде қалай? Зауах зи деп оқылады. Так. Бұл бізде фәжәм қу деп оқылады. Фәжәм қу. Бұл бізде шәру зуху деп оқылады. Шәру зуху. Ертең мынандай ханы қоятын болсақ, қалай оқылады? Шәру зуха. Ха. Мынандай ханы қоятын болсақ, шәру зуха. Шәру зуха. Ал егер мынандай ханы қоятын болсақ, бұл бізде шәру зуха. Шәру зуха. Бұл бізде шәти хи деп оқылады. Шәти хи. Бұл бізде хуфат. Хуфат деп оқылады. Бұл бізде зәну та деп оқылады. Зәну та. Егер сүкін қойық. Сүкін қойсақ, қалай оқылады? Бәмә. Бәмә. Тоқтаймыз. Бәмә. Та оқылмайды уже. Бәмә деп ханы оқимыз. Жақсы. Баршаңызға ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.